Сіз қандай ата-анасыз? Бір саны. Егер әйел болса, ол балалы болғысы келмейді. Дене бітімін құртып алудан қорқады. Жалпы жүкті болудан, босанудан қорқады. Немесе балалы болып, ол үшін уайымдап отырудан қорқады. Балалармен байланысты барлық нәрсе оған жүктеме болып табылады. Бала үшін артық жүйкесін тоздырғысы келмейді. Жалпы бір сандағы ата-аналар баласының болашағы үшін ақша жұмсағанмен еш ақталмауы мүмкін. Екі саны. Бұл ата-ана балалармен достық қарым-қатынаста болғанын қалайды. Балаларына қысым жасамайды, бұйрық бермейді, не істеу керектігін және қалай екенін көрсетпейді. Дұрыс өмір сүру үшін тек бағыттап отырады, сендіреді, дәлелдейді. Мұндай адам ересек баланы серіктес ете алады, істерді сеніммен тапсыра алады. Алайда балаға тым көп еркіндік бере отырып, баласына ересек ретінде қарайды. Ол баланы өзіне тең деп қабылдайды, бірақ кейбір сәттерде тәрбиелік мәнін жоғалтады. Үш саны. Бұл ата-ана баласына өзі сүре алмаған өмірін қалайды. Кезінде өзі қол жеткізе алмаған мақсаттарға баласының жеткізгенін қалайды. Секциялар, конкурстар, мектептер, үйірмелер бәріне қатыстырады. Баланың жұлдыз болғанын қалайды. Мұндай ата-аналар баласына көп уақыт бөледі, кейде өзін ұмытып кетеді. Бала мұндай өмір сүргісі келмеуі мүмкін, өйткені ата-ана оның пікірмен санаса бермейді. Төрт саны. Әйел ана болудан үлкен рахат алады. Мұндай ата-ана балаларды дамытуға көп күш пен қуат жұмсайды. Ол үшін бұл өте маңызды. Баласымен мақтану маңызды. Баласынан білікті, білімді, дарынды тұлға қалыптастыруда күш пен уақытты аямайды. Кейде олар өздерінің мүдделерін ұмытып кетеді. Баланың ең жақсы болашағын қамтамасыз етуге тырысады. Баласының жетістіктерін көрсетіп, қабырғаларды баланың грамоталармен іліп, мақтан еткенді ұнатады. Мұндай ата-анаға баласы туралы қарсы сөйлесе, сіз ең қас жау боласыз. Балаға қатты жақын болу өзінің зардабын тигізуі мүмкін. Бұл жағдайда баланың қалауын ескеріп, еркіндігіне жіберген дұрыс. Бес саны. Бұл ата-ана өте тиянақты және көшбасшыны тәрбиелейді. Әрқашан баласының тек бірінші орында жүргенін қалайды. Ол үшін оны қатаң ұстайды. Баланы өз еркіндігіне жібермейді, үнемі бақылауда ұстайды. Достар, жалғасын келесі видеодан көре аласыздар. Маған тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.